Күн шәрфеңіз қайырлы олсын. Бүгін июннің 28-і ве 850 күні. Эфирде заман. Бүгін Украинада анаяса күні қайды тіле. Бұл мұнасебеті еле юқары шурасында танталы топлашув кечежек. Анда Украина президенті Петр Порошенко, бірінші президент Леонид Кравчук, бірінші ве екінші ве шымдыки құрылтай депутатлары, дипломатик корпусы, дини идарелер, жимачылық ве яшлар векелері иштирак етежек. Киевде бір сырақ утлеви тедбір откерележектір. Қырым татарларының еткішісі Мустафа Джемилевнің оғлы Хайсердің қорывы оның шартлы шекелде мұдеттен әвел азат етілмесіні талап етежек ола. Бұны ТАСС агентлігіне Хайсердің адвокаты Николай Полозов білдірді. Хайсер Джемилев инсанның аселетсіз өлдірілмесінде қабатлана, әвел Астрахань махкемелері Хайсер бұлынған территориясында махкеме үкіміні чықармаға редетті. Бұл аптада адвокат Украина консуллары еле Хайсер Джемилев еле Астрахань колониясында көрішіжек ола. Джамала Львовдаки Қырымдан көчіп келгенлер еле өткерілген көрішіві тәсіретті. Шерге концерт үшін келіп, ерже ось мұхлислерінен көрішівні апансыздан кечірмеге естеді. Біріншіден ерже Евровидение ерішында Ғалибе Қазанғыны ақта биян етті. Қырым ақында илк сөзлері се Джамалыны ейжанландырды. Ерже емин Украина өзіне ярамаданы қайтарып олыр. Девлетіміздің қорчалаған арбейлерге түшкірлер білдіріп, Донбаста концертлер кечірмеге ваде етті. Я просто буду сьогодні відповідати своїм фанам на якісь запитання. Я знаю, що вони є. Привіт. Я вже їх знаю в обличчя, і це чудово, що я можу з ними просто зустрічатись. Неважливо де, неважливо як. Вона вот нас об'єднала. Согласна за твоє об'єднання, що ти могу говорити. Вони дозволяють нам робити свою справу. Цінуйте це. Цінуйте, будьте найкращими в своїх галузях. І це буде велика подяка їм за те, що вони не дарма захищають нашу країну. Я сам з Криму, з Севастополя, і перемога Джамала – це була маленька перемога нас всіх в тій великій війні, яку сьогодні переживає Україна. Қайтмақ үшін яшамақ. Киевде Қырым татарларының милли күреші ақында документаль фильмні тақдим еттілер. Бұл сененің майыс айында Қырым Инфо информацион меркезінің журналистлері Ярамадаға келіп, милли әрекет ветеранларынан интервью алдылар. Фильм қараманлары Илми Умеров, Абдуришит Джипаров, Ильвер Аметов ватан үшін күреш насыл кечкенні қатырлады. Олардың арасында Таман Юрушы ве Москвадаки Қырмызы мейданында өткерілген наразылық акциялары. Фильм муэлифлері о заман вақияларыны Қырым татарларының шымдыки яшайышынен тыныштырды. Фильм қараманлары милли әрекетінің жанлануы ве оның яны шекелері ақында тариф етелер. Мне кажется, они были полностью откровенные. Я думаю, те герои, с которыми мы проводили съемки, они, грубо говоря, не стеснялись в выражениях. И неоднократно приходилось слышать, когда ты приезжаешь в Крым работать, что многим и активистам, и простым людям уже надоела эта атмосфера страха, молчания, запугивания. И как бы они говорят то, что думают. По крайней мере, те люди, с которыми мы разговаривали. Змушує задуматися, зробити висновки з минулого, проводити паралелі з сьогоденням. Я вражена і буду вдячна, якщо буде продовження. Ишғал етілген Ярамаданын полиция хадимлері наразылық акциялары үшін Гурзуф сакенлеріні яқалады. 200-ден зияды инсан халқара артек бала меркезінің сынырына әле яшаған массив еркеніне кірсетмесіне қаршы шықты. Бұның үшін 1500 инсан башқа ерлерге көчмеге мечбур. Оларының дайрелері ресмейліштірілген, ләкин топрақ йоқ. Артек ребереті оларыны дайрелерден чықармаға ниетлене. Гурзуфта акция уйғынлаштырылмағаны үшін оны тек Ялтада кечірмеге мүмкін еді. Наразылық акциясына ерлі Ишғалжы әкиметінің журналистлері де келді, ләкин шартларының сөзлеріне көре, Йылдырым келген полиция хадимлері не митинг иштиракчыларыны, не де Ишғалжы хабер васталарыны аджимады. Зачем митинг? И запретили проводить в Гурзуфе вчера. Почему митинг сделали вчера в Ялте? Я с ребенком в Ялту не поехала на митинг. Для того, чтобы показать, как там мало людей пришло. И все.
Ишғал етілген Қырымның бала бақшаларында тибиет хадимлері етішмей. Тибиет хадимлері мектептен алдын муэссеселерге оларға анда тибиет стаж езілмағаны үшін бармайлар. Русия незіретінде олған тасил весалық сақлав назерлеклерді бұл меселенің насыл чізмеге да білмейлер. Бұл вақытта есе бала бақшадaki балалар бірінші тиби ярдымдан марум қала білелер. Сказать о том, что это страшно, это ничего не сказать. Слава Богу, что не случается никаких травм пока. Но вот, например, мелкий ушиб или где-то поцарапалась коленочка. Конечно же, я считаю, что первую помощь доврачебную должны оказывать не люди, которые прошли просто доврачебную подготовку, а именно медицинские сестры. Медработники, даже которые приходят с колледжа или медуниверситета, долго не задерживаются, к сожалению. Труд любой должен быть высокооплачиваемый, тем более тот, который, скажем, отвечает за здоровье нации и за здоровье ребенка. Это первое. Второе, так как медработники являются работниками детских садов и входят пока еще в штаты детских садов, им не идет медицинский стаж. Только тогда, когда они перейдут и станут работниками Министерства здравоохранения, им будет идти медицинский стаж. Многие еще с этим не соглашаются, потому что это будущее, это пенсия, это там трудовой стаж и так далее. То есть нет состыковки в законодательстве. Қырым курортларыны пис өзенлері толдырды. Алупкада пүсірліклер денізге доғырақа. Бұны избатлаған видеоны ерлі сакенлер интернет ағыларға ерлештірді. Илк мәліматларға көре, әдесе канализацион борыларының қазасы себебінден олды. Sıcaqtan son келген яғанақлар Ақярға бір sıra зарар кетірді. Нахимова жаддысы өзенге чеврелді, артбухта есе гол олды. Луначар театр янындаки оскен эски қиметлі тереклер есе бір қач пытақлардан марум қалды. Балабан пытақлар Приморск бульварындан да түшкен. Шатларының сөзлеріне көре кімсе яраланмады. Яш Қырым татары ярымадада ярдымға мұқтач. Бедінні 75%-ға яныққа оғырғаны үшін она әджеле шекілде қан керек. Рамазан Джемилов Ахмежетінің 6-й шейр хастаханесінде бұлына. Қан ярын, яни июнь 29 күні саба сат 9-дан 16-ға қадар 30-дан адамдан зарур. Донорларға берілген талонларда Джемилов Рамазан 6-й шейр хастаханесінің янық бөлігі белгілемек керек. Яныңызда паспорт, снил, свет, би, сигорта, полисы олмақ керек. Бұл есе соңки хаберіміз еді, атырелі олыңыз көрішмек үзре.